Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесінен үзінді. Түбі адам болатын бала. Сабақтың мақсаты: көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу, шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Балалар, біз сіздермен алдыңғы сабақтарымызда қожа қандай бала деген сұрақтарға жауап бердік. Және қожаның жағымды, жағымсыз жақтарында біраз талдаған болатынбыз. Ал енді осы қожаның әдепті жолға түсуіне себептерді атаңыздаршы. Балалар, сіздер қожаның әдепті жолға түсуіне себептерді дұрыс атадыңыздар деген ойдамын. Енді «Менің атым Қожа» фильмінен үзіндіні тамашалайық. Сенің оқығың келмейді дейді ғой. Келеді. Қаттырақ сөйле. Бері жақынырақ тұр. Ал, сөйле. Мен тұрсам, Оны қалай түсінуге болады? қайдам? Үштік бағам жоқ. Шынында да үштік бағасы жоқ па? Иә, оқу жағы жақсы. Сен түзелем деп қанша рет уәде бердің? Ал, сөйле. Талай рет. Соның бәрі алдау болғаны ғой. Алдағам жоқ. Түзелейін десем де қисыны келмей қалады. Әлде бөгет болып, бұзақы бол деп, айдап салып жүрген біреулер бар ма? Жоқ, қайда жақсы бол дейтіндер көп. Олай болса не себепті мұғалімнің сөмкесіне бақа салып қойды? Бақа секіріп шыға келгенде қызық болар деп ойладым. Қызықты тапқан екенсің. Күлетін не бар оған? Бақаның тарбаңдағаны да қызық болып па? Ол өз алдына басқа мәселе. Бұл қылығыңа ұялмайсың ба? Ұялам. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түсінікті. Есік алдына шығып, күте тұр. Мұқият қараймыз. Содан кейін сұрақтарға жауап бер. Бір сөзін естісін бұйырмасын. Директор, қолын сермейді. Бұзақыны мектептен қуу керек деп жатқан болар. Күледі өздері. Біреуді өлтіріп жатып күледі. Майқанова аянып қалмас. Тәртіпсіз қожа берген Қадыровтың кластан көзі құрыса, жері кеңіп жетісер. Рахманов үндемей отыр. Оның да маған жаны ашымағаны ма? Мамам, байғұсым, азабымды тарттау. Педсовет аяқталды. Жұрт тарай бастады. Мен ағаштан тезірек түсіп кетпекші болып едім. Бір бәтеңкем екі бұтақтың арасына кептеліп қалып, шыға қойсыншы. Жылқы тартып қалғанымда мәссаған табаны дыр етіп қақырап түсті. Мұғалімдердің алты тысқа шығып та үлгерді. Дымымды ішіме бүгіп, теректің діңіне жабысып, қаттым да қалдым. Ахмет пен Майқанова оқшауланып бермен қарай бұрылды. Екеуі мен тұрған теректің тура түбінен өтіп бара жатыр. Қадыров түбінде адам болатын бала, деді Майқанова. Оты бар, деп қостады Ахметов. Екеуі бұлай ұзай беріп, мен жөнінде тағы бірдеңкелерді сөйлесіп бара жатты. Бірақ мен анықтап ести алмадым. Әлгі естігенімнің өзі қолқа жүрегімді солқ еткізгендей әсер қалдырды. Мен Майқанованы қас дұшпаным санап жүрсем, ол мені түбінде адам болатын бала деп директорға мақтап бара жатқаны қалай? Ап-айқын тап осылай деді. Міне жұмбақ. Балалар, біз сіздермен үзінді көрдік. Түбінде адам болатын бала бөлімін үйден оқып келдік. Жаңа да тағы шағын үзіндіні тыңдадық, е? Енді осы
түсінігімізді тексеру мақсатында төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Майқанованың Қадыров түбінде адам болатын бала деп айтуының себебі неде? Әңгімедегі сізді таңғалдырған оқиға. Оған кімдер сенім артты? Яғни қожаға. Егер сіздер мектеп директорының орнында болсаңыз, қандай шешім қабылдар едіңіз? Келесі орындалатын тапсырмамыз: әңгіме мазмұнына сүйене отырып, кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекеті арқылы бір образды анықтаңыз. Бірінші сөйлем: менің ойымша қожа түбінде адам болатын бала. Екінші сөйлем: себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлеміміз: оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Мысалдарды келтіреміз, балалар. Дәлелдейсіздер. Соңғы сөйлем бойынша осыған байланысты мен мынандай деген шешімге келдім. Ал енді бағалау критерийі. Фильм үзіндісін көріп, жаңағы үзіндіні оқыған, алған әсерлеріне сүйене отырып, кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекеті арқылы бір образды анықтайсыздар. Балалар, сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Құпия кеңес бөлімін оқып келеміз. Екінші тапсырмамыз: қожа түбінде адам болатын бала деген пікірмен келісесіз бе? Өз пікіріңізге шығармадан дәлелдер келтіре отырып, қожаның бойындағы адамгершілік қасиеттердің болу-болмауын талдап, эссе жұмысын жазыңыз. 60-70 сөз аралығында болуы керек, балалар. Дескрипторы: білім алушы берілген пікірге қатысты өз пікірін анықтайды, өз ойын шығармадан дәлелдер арқылы келтіреді, дәлелдер арқылы қожаның бойындағы адамгершілік қасиеттердің бар жоғын талдайды. Ал балалар, сәттілік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.